Бүгін сіздермен аптасына 3 рет балаларыма дайындап берген құрамы қарапайым заттардан тұратын, өте тез дайындалатын, жұмсақ, дәмді пирогтың күшті рецептімен бөліскім келеді. Мінекей ортасы осындай көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз, қант қосып, жақсылап, венчиктің көмегімен бұлғап, осылай көпіртіп аламыз. Бөлме температурасындағы айранды қосамыз, міндетті түрде ас содасын қосамыз. Айранымыз жылы болған кезде пирогымыз жақсы көтеріледі, қыздар. Майымызды қосамыз. Ұнымызды өлшеп, електен өткіздіріп, ұнды осылай 2-3-ке бөліп салыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Бізде қою қамыр шығады. Духовкаларыңызды жағып қойсаңыздар болады. Мінекей менде осындай қамыр шықты. Енді формаға пергамент қағазын төсейміз. Қамырды осылай саламыз. Қамырды салғаннан кейін форманың шетінен ұстап осылай соғамыз. Сонда қамырымыз біркелкі болады. Менің пирогым 30 минутта дайын болды. Дайын болған пирогтың бетіне шоколадты ерітіп құюға болады. Мен пирогтың бетіне қант ұнтағын септім. Мінекей осындай дәмді пирогты сізде отбасыңызға жасап беріңіз. Ас болсын.